Енді еріксіз сұрақ туындайды. Пияздан да қатты саситын бір нәрсе бар. Дәретті бұзбайды ғой, орып, тамақтан кейін темекі тартып алып та келе береді. Енді олардың бәріне тыйым салайын десең, біраз адам мешітке келе алмай қалатын сияқты. Намазды бастаған, бірақ әлі сол қисық қылығын тастай алмай жүргендер бар. Мейлінше жаңағы сағызбен болсын, басқа нәрсемен болсын, иісті кетіріп келіңіз. Ол құрғыр киімге де сіңіп қалады ғой, қолыңа да сіңеді. Сол үшін одан арылған жақсы. Оны не үшін харам деп айта алмаймыз? Себебі Ханафи мазхабында Алла және оның елшісі бір нәрсені харам демесе, харам деп айта алмаймыз. Алла және оның елшісі халал демеген нәрсені халал деп айта алмаймыз. Ал жалпылама қағидаға келгенде өзгеге де өзіңе де зиян беруге болмайды деген хадистер бар. Соларға сүйенетін болсақ, зиянды нәрсе өзімізге де зиян, қоршаған ортаға да зиян. Сол қағидаға салатын болсаң, толықтай харам деп айта аласың. Бірақ Ханафи мазхабы барынша Алла және оның елшісі айтпаған дүниені айтпауға бұйырады. Яғни харам демегенді харам деп айтамайсың. Не дейді? Макрух дейді. Жаңағыдай денсаулыққа, қоғамға, ортаға, өзіңе зиян беріп тұрма, харамға жақын макрух деп. Себебі Алла және оның елшісі айтпаған нәрсені біз айта алмаймыз дегендіктен. Ал оның бүгінгі таңда медициналық тұрғыдан қандай зияны бар екендігін оның бәрі дәлелденіп тастады. Толықтай харам деп айтуға негіздер бар. Бірақ сөйте тұра, дін кімдікі? Алланікі. Алла бір нәрсені айтпаған болса, біз айтпайық деп Абу Ханифаның Ханафи мазхабындағы сондай ұстаным. Демек, түнде жатқан кезінде Пайғамбар алейхиссаламның жары Айша анамыздың бұл амалы сіздердің де үйлеріңізге барғанда жарларыңызға үйретіп қоятын нәрсе екен. Айша анамыз осылай жасайды екен десеңіз, сіз де түн жарымда тахаджудке тұратын кезде мүмкін сізге шомылу үшін сүлгі басқа ер азаматтар білмейді ғой, көбінесе іздеп жүріп алады, анау қаяқта мынау аяқты бәрін оятып, түн жарымда жаңағы өзіңнің құлшылыққа тұрғаныңды міндет қылып немесе мақтанып бір екі мешітке келіп жүрген ақсақалдар бар дейді, өзара әңгімесі болады ғой, енді қалжыңда сәт бір-бірімен. Біреу айтады, түнгі сағат 4-те сенің ешегің не ағып жүр мешіттің көшесінде деп айтады. Ана білдіргісі келіп тұрған ғой, енді тахаджудқа келгенін енді. Түнгі 4-те ананың ешегін желеу қылып өзінің тахаджудқа келгенін білдіріп кетіп жатыр дейді. Сол айтпақшы, тахаджудқа тұрғанымызды мейлінше ешкімнің білмегені жақсы. Ол үшін не істейсіз? Жаңағыдай түнде дайындап қойып, әзірлеп қойып, соны әдетке айналдырып қойса, үйдегі жарларыңыз өзіңізге де жеңіл болады. Әрі Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның жары мүминдердің анасы болып саналатын Айша анамыздың сүннетін орындаған болып саналады. Сендерге мисуакты көбірек қолдануды бұйырам деген екен Пайғамбарымыз. Мисуакты көбірек қолдануды.